Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде 14 ғасырдың екі есігі сақталған. Олардың бірі Қожа Ахмет Яссауи бабамыз жерленген қабірхана бөлмесінің есігі қапсырма. Бұл есік орта ғасырлық оюлы есіктердің тамаша үлгісі. Есік екі жақты ашылады. Шебердің жоғары деңгейде болғандығын дәлелдейтін тағы да бір көрінісі, ұсақ сүйектермен әшекейленіп, өрнекті қаңылтырмен қапталып, жазулар алтынмен апталған. Есіктің жоғарғы жағындағы екі шаршының ішінде сульс қолтаңбасы мен Алланың сыйы оның қақпасына келіп сұраушы момындарға делінген. Ортаңғы бөлігінде Куфа қолтаңбасы мен құтты болсын деген сөз ойылып жазылған. Есікте екі дөңгелек қола алқалары да сақталған. Олар насх үлгісімен Алланың 6 көркем есімдері қайталанған. Я рахымды Алла, я пәк Алла, я дәлел Алла, я мейірбан Алла, я міндеттеуші Алла, я есеп сұраушы Алла. Қабірхана есігінің жақтаушасындағы жазулар: уақыты өтпей тұрып, намаз оқуға асығыңдар, ал ажал келмей тұрып, тәубеге келуге асығыңдар. Ілім іздеу барлық мұсылман еркекке және әйелге парыз. Дүние өткінші, сен дүниеде Аллаға бағынып өт. Дүниеде сый-құрметке бөлену мол байлықпен болса, ақыретте сый-құрметке бөлену осы дүниедегі ізгі амалдарыңмен болады. Бұл құнды мұраға Алматы қаласында орналасқан Қырым Алтынбековтың шеберханасында реставрация жасалды. Жәдігердің сақталуын қамтамасыз ету үшін қабірхана есігі сирек жәдігерлер залына қойылған.